Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді, жұмсақ болып пісетін тандыр нанның рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Дәл менің видеомдағыдай жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Алдымен жылы сүтімізді құйып аламыз ыдысымызға. Және 2 ас қасық құмшекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Және тұзымызды салып, және араластырып, дрожжымызды қосамыз. Және қосқап, және ертілген майымызды ертіп алып қосатын боламыз. Бөлменің температурасында тұрған май болса да болады. Болмаса пісте май қосып жіберсеңіздер болады. Мінекей, дрожжымыз көтеріліп әдемі болды. Енді електен өткен дайын ұнымызды бірденен салып жібермеңіздер. Қасықпен осылай шетінен салып қамыр елейтін боламыз. Достар, видеомды соңына дейін қарап, комментарий қалдырып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей, қасықпен қоюланғанша илеп аламыз. Сосын барып қолмен илейтін боламыз. Қатты қамыр илеп қоймаңыздар, жұмсақ болуы қажет. Қатты болса, нандарыңызда қатты болып кетуі мүмкін. Сол үшін жұмсақ қамыр илеп алдық. Мінекей, дайын болды. Енді пісте май құйып, және тағы бір илеп қоямыз. Осылай басып, тағы да бір илеп қоямыз. Жақсылап еу қанған қамырымыз тез ашитын болады. Мінекей, менікі 20 минут қойып қоямыз. 20 минуттан соң қамырымыз ашыды. Өте керемет. Мінекей, жарты сағаттан кейін қамырымыз дайын, ашып тұр. Осыны енді бөлшектерге бөлетін боламыз. Таразымен бөлсеңіздер де болады, немесе көзбен өлшеп кесе берсеңіздер де болады. Мінекей, ашыған қамырымыз осындай точка-точка болып тұрады. Осыдан білеміз қамырымыз ашыған, ашымаған. Мінекей, мен 6 бөлшекке бөлдім. Кішкене алтынан шықты. Сіздер үлкен қылам десеңіздер, 4 бөлшекке бөлсеңіздер де болады. Мінекей. Осылай бөлшектерге барлығын бөліп алып, зуала жасап шығамыз. Барлығын осындай зуала жасап болған соң жасап шығатын боламыз. Сіздер де осылай дәл менің видеомдағыдай жасап көрсеңіздер, нандарыңыз өте дәмді, керемет, жұмсақ болып шығады. Үйдегілерге де ұнайды деген сенімдемін. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Мінекей, 10 минутқа қайтып қойып қоямыз. 10 минуттан соң табамызды майлап алып, дайындап қоямыз. Және шетінен соған нанымызды жасап салып шығатын боламыз. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей, осылай жасап, ішіне салып шығамыз. Бір жасағаннан мінсіз болып шығатын нанымызды жасап көріңіздер. Және комментарийға бағасын беріңіздер. Мінекей, осылай барлығын жасап шығамыз. Вилкамен тесіміз, сіздерде нан шөк болса, нан шөкпен істесеңіздер де болады. Вилкамен жасадым.
шет-шетін баспайсыздар, тек қана ортасын басып жасап шығасыздар. Мінекей дайын болды. Енді жұмыртқамыздың сарысын кішкене бір қасықтай сүт қосып жіберіп, бетіне жағып шығатын боламыз. Тек жұмыртқаның сарысын аласыздар. Сосын 1 столовый ложка сүт қосып жіберсеңіздер, әдемі болады. Барлық жеріне тигенше жағу қажет. Өйткені қызармай қалуы мүмкін. Барлық жеріне жағып шықтық. Тимей қалған жерлерін барлығынан жағып шығамыз. Енді үстіне мак себеміз. Мак сепсеңіздер болады, күнжіт сепсеңіздер болады, өздеріңіз қалауыңызша. Үйде не бар, сол заттардан жасай бересіздер. Мінекей нанымыз пісіп шықты, өте керемет, жұмсақ болып шықты. Дәл мен видеомдағыдай жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын. Сіздер де видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.